Ерте ертеде. Присапсыз байлығы болса да, көңілі қаяу. Мұңды бір патша өмір сүріпті. Оның жалғыз арманы перзент көру еді. Бір күні патшайым таңғаларлық сөз айтты. Жыланның тіліне жерікпін. Патша бұл хабарға қатты қуанып, жар салды. Сахарадағы жыландар патшасы Афита әбжыланның тіліне келген адамға қарындасын әйелдікке берем деді патша. Үміткерлердің арасында Азу деген батыл жігіт те бар еді. Ол жылан терісін жамыла туғандықтан, жыландардан қорықпайтын. Жол бойында шашылған адам сүйектерін көрген Азу, олардың бәрі осы жолда мерт болған үміткерлер екенін түсінді. Көп қиындықпен жыландар ордасына жеткен Азу, оларға сенісіп, тіпті аспазшы болып алған еді. Ол шеберлігімен жылан патшасының көңілінен шығып, оған жақын достардың бірі болды. Бір күні Афита масаң күйде өз жаны Сақинада екенін айтып қояды. Азу тәтті тағамға ұйықтататын дәрі қосып, Сақинаны алып, екіге бөліп жыланның тілін кеседі. Түн қараңғысында елге қарай қашып кетеді. Патша уәде бергендей, оны қарындасына үйлендіріп, үлкен той жасайды. Бірақ тойға келген бір жылан Азуды иісінен танып, ордасына барып, бәріне хабар жеткізді. Жылан патшасының жесірі Флита әбжылан қатты ашуланып, кек алуға аттанды. Ол патшаның жаңа туған мұрагерін өлтірмек болды. Патша жары сүтті көтеріп: "О әбжылан, балама тиме. Сен де ана сүтінен жаралғансың" деп жалынды. Жылан әлсіреп, басын салбыратып, түнекке сытылып шығып кетті. Содан бері жылан атаулы сүтті көрсе, айбаты қашады дейді. Ал ананың жүрегінен туған сүйіспеншілік ең үлкен күш.